Жолдарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Токалаев Айсұлтан анасы, менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен мені тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, яғни бізде жаңа сериалдың аты Егіздер. Біреусі мейірімді, біреусі мейірімсіз. Кеттік. Так, сағат ойбай 3 болыпты ғой. Біз түскен ұйықтағанбыз ба? 3 сағат ұйықтаған шығармыз. О-майо. Жарайды енді. Так, қолым жуып келейін. Так, болдым. Так, енді балаларға тамақ жасау керек. Так, не жасасам болады? Жарайды, анасын оятып, тез тамақ жасау керек. Так, мамасы, тұрмысшына балаларға өзімізге тамақ дайындайық. Ойбай, отағасы ерте оятқаның не? Қайдағы ерте, сағатқа қара. Ё-майо. Көрдің ба? Сағат уже біз 3 сағат түсте ұйықтадық. 3 сағат ұйықтадық ба? Иә, жүр тамақ дайындайық балаларға. Кесіз дайындау керек, аналар тұрып аш бәрі. Иә, кеттік. Иә. Так, балаларға тамақ дайын бар. Отағасы балаларды оятшы. Ой, сен ойта салмайсың ба? Қойшы бер анам. Мадина тағы да ұрсып жүр. Сол маған да ұрсады. Ой, баршы оята салшы енді. Ой, бір. Қыздар, тұрамыз. Мадина тұр. Қайырлы таң, әке. Мә, тамақ несі, мұрнымды жарып бар жатыр. Қайырлы таң, қызым. Мадинаны оятсыршы. Әке олма ұрсады ғой қазір. Қызым, оята салшы енді. Ой, жарайды. Мадина әпке дейін. Мадина әпке. Не болды сонша, не болды жыныма тиіп, нервыма тимеш? Мадина әпке, жүрші тамаққа. Нервымда оқтың, ой, кет жар. Әпке мен ешқашан тыңдамайды. Жарайды, кеттім. Әке, анашым, Мадина тұрмайды. Жарайды, қазір өзім оятып келем. Қызым Мадина, тұра қойшы, бүгін дәмді тамақ пісірдім сен үшін. Ой, мама, тағы да ма, қойыншы. Бар бет қолын жу. Қойыншы, мам, жумайым. Сен де бір қыз. Тамақ өте тойымды секілді көрініп тұр. Ас болсын. Жарайды, жеп көрейін. Неткен әдемі, дәмді, күшті ғой. Мама, рахмет, күшті тамақ екен. Ас болсын, қызым. Мадина қызым, жесі сен де. Фу, қалай жесіңдер, тез жұтасың жұтып. Фу, дымнамады. Қызым, тамақты жамандауға болмайды. Қайсы, жек көрінші дәмін. Міне, так, жек көрейін. Дәмді тамақ екен ғой, неге ішпейсің? Тіпті кофеді. Иә, дәмді болған секілді. Дәмді екен шынымен де. Біз кешігіп қалмайық, бүгін жұмысқа бару керек, балалар. Ақжол. Так, мамаң екеумізға жұмысқа барамыз. Столды үйді жинастырып, тіптен шотарындар ағам. Иә, алдындағындай Мадина секілді тағы да үйге подругаларын шақырып тойлатып жүрмендер, Иә, әйтпесе сендерге ұрсамыз. Иә, анашым, мен етпеймін ғой. Иә, мен де етпеймін. Жарайды, балалар, біз жұмысқа дайындалайық. Балалар, давайте, біз кеттік жұмысқа. Сау болыңыз, мама, папа, әке. Сау болыңдар. Қызым, давайте, пока. Әпке, мына жақты жинап тастайық, шөтініш. Керек па, өзің жинап ал. Әпке. Мама айтты ғой, сендер біз екеулерін жинап тастаңдар деп. Тағы да нервыма тимеш, жыныма тимей. Әпке, өтінемін.
Жыныма тимеші, мен ұйықтаймын, давай. Әпкем маған ешқашан көңіл аудармайды. Жарайды енді, не деген мен әпкем ғой, жинай салайын. Негізі естіп тұрады ғой күнде. Бірақ маған көмектеспеймін деді. Мына үйдің бүкіл жерін жуып шығу керек. Жарайды. Үйдің бәрінен жинап тастайын. Неткен қызық, балықтар өте керемет жатып жүр. Еріма тимеші, неге шулай бересің мен ұйықтап жатқанда? Ой. Кешірші әпке. Жыныма тимеші вообще. Қойшы. Көшірші мынау, ұйықтаймын. Барған жерге жат. Жарайды. Мен де жата тұрайын. Біраз уақыт демалып алдым ау. Қыз, тұр. Не болды әпке? Қазір мен үйге подругаларымды шақырам. Мамаға айтпа. Мамаға айтам сені, жап аузыңды. Мама айтты емес па? Үйге ешкім шақырмаңдар деп. Жыныма тимеші, мен бәрібір шақырам. Жарайды, солай тып-тыныш отыр дейсің. Иә, тып-тыныш отыр. Өзінің достарымен фильм қарайды. Мен ешқашан қараған емес. Жарайды, қасына барайыншы. Әпке, мен де көрсем бола ма? Жыныма тимей баршы, мен подругаларыммен отырмын ғой. Подруги, кешіріңдер. Не істесем болады? Қыздар, біз келдік. Үндемей отыр ғой, ұйықтап қалған шығар. Қайдам кеттік. Әпке, ана жерде мама келіп жатыр. Мама мен папа үйге келді. Не істейміз? Ана жерде бір есік бар, содан қашыңдар, қыздар. Жарайды, бәріміз қашайық. Мұнда не болып жатыр? Бәрі шулап кетті ғой, не болды? Немене шулап жатсыздар? Жай, әпкем екеуміз теледидарды көріп күліп жатырық та. Екеулерін татуласып қойдыңдар ма не? Иә, екеуміз татуласқанбыз. Жарайды. Болды, кеш батып қапты ғой. Қазірше үйді жинастырайық. Үйді шашпай төкпей отырдыңдар ма? Иә, екеуміз үйді сыпырдық, пол жудық. Иә. Болды, біз қазір келеміз. Біз магазинға бір келейік, аха. Иә, бар келіңіздер. Тексіз, сразу айтпайсың ба адамды қорқытып? Әпке, зато мен сені қорғадым ғой. Неге алдын ала айтпадың, терезеден қарап? Қойды, рахмет айтсаңызшы. Жоқ, рахмет айтпаймын. Жарайды. Өзінше болып қояды ғой. Так, балалардың бәрі жатты, болды. Отағасы, қайырлы түн, ұйықтайық. Иә. Так, мына жерге жатайын. Қайырлы түн. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұның әлі екінші серия шығады, күтіңіздер, сау болыңыздар.